Экологиялық проблемалар, көміртегі бейтараптығы, климаттың өзгеруі, осындай терминдерді күн сайын есту бізге үйреншікті жағдайға айналғандай. Индустриалды революцияға дейін адамзат экономиканы қалай дамытамыз деп әлек болса, ал қазір осы индустриалды революцияның жемісі болған зауыт фабрикалардан шығатын зиянды шығарындыларды қалай азайтамыз деп бас қатырып әлекпіз. Білесіздер ме, осы заманда жасыл технологияларды дамыту деген бағыт пайда болды, жасыл экономика. Және біздің елімізде, айналамызда да осы қоршаған ортаға тиетін зиянды азайтуға, оны зарарсыздандыруға, тазартуға бағытталған бірқатар жобалар жүзеге асырылып жатыр. Ендеше қымбатты көрермен, мен Назерке Сайлау сіздерге үздік экологиялық жобалар, қоршаған ортаға тиетін зиянды азайтуға бағытталған өндірістегі үздік тәжірибелерді баяндайтын Best Practices үздік экологиялық тәжірибелер бағдарламасын ұсынамыз. Біздің бағдарламада сіздер еліміздегі үздік жобалардың экологиялық тұстарын, жақсы әсерлерін байқайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Білесіздер ме, қаладағы осындай жайлы орындықтардың дайындалуына екі осындай орындыққа бүтін бір талдың ағашы кетеді екен. Ал біздің бүгінгі шығарылымның кейіпкері мұндай орындықтар дайындауға бірде-бір ағашты құрбан етпейді. Ендеше осындай қаланың кіші сәулет формаларымен танысу үшін осы өнімдер дайындалатын зауытқа бірге барайық, кеттік. Экомав Астананың индустриалды аймағында орналасқан қалдықсыз өнеркәсіп принципімен жұмыс істейтін зауыт. Өнеркәсіп 2020 жылдан бері елорда тұрғындары мен кәсіпкерлеріне арнап полимер қалдықтарынан саябақтарға арналған орындықтар, қоқыс жәшіктері, жаяу жүргіншілер жолына арналған текшелер, қоршаулар шығарады. Экомав өнімдері қала тұрғындарына жайлылық сыйлап қана қоймай, экологиялық жағдайды жақсартуға септігін тигізіп жатыр. Өндірістің негізгі идеясы полимерлі құмды технология. Бұл шикізаттан қызмет ету мерзімі ұзақ, әрі кез келген пішінді қабылдайтын берік дүниелер жасауға болады. Қайта өңделген жоғары және төмен қысымды полиэтилен, пропилен мен өзен құмынан қала жайлылығын жасайтын қала ландшафтының кіші және үлкен сәулет нысандары шығарылады. Достар, мен қазір тікелей өндіріс алаңынан сіздерге осындай тау болып үйілген пластиктен қалайша қала көркін келтіретін орындықтар алуға болатынын түсіндіремін. Қараңыздар, мына жерде бізде тұрған канистралар, яғни бензин, әртүрлі сұйық қоспаларды сақтауға арналған құтылар, және мына ақ қапшықтарда полиэтилен пакеттер, және дүкенде қолданылатын, өндіріс орындарында, сауда үйлерінде бәріміз білетін мынандай жәшіктер жиналады. Осы жәшіктер, полиэтилен пакет, канистралардың барлығы жиналып, арнайы үгіткіш аппаратта үгітіледі. Сөйтіп ол мынадай сұйық күйге келеді. Мінекей. Ал оның қалай үгітілетінін қазір зауытқа барып көреміз. Достар, біз жаңа көрсеткен тау болып үйілген пластикті үгітетін арнайы цехқа келдік. Арнайы үгіткіш бөлшектерге бөлетін аппаратта мына тұрған тұтас канистралар, жәшіктер және полиэтилен пакеттері кәдімгі ет тартқыштан өткендей болып үгітіледі. Жүріңіздер, процесті менімен бірге көрейік. Біз үгіткіш цехтан келіп, енді негізгі дайындалатын цехқа келдік. Бізде жәшіктер үгітілді, мінекей, мынандай күйге жеткізілді. Одан кейін ортада бізде полиэтилен әбден үгітіліп, осындай ұнтаққа айналады. Ал мына жерде канистра, және біздің өнімдеріміз қатты және берік болып шығу үшін олар өзен құммен араластырылады. Міне мына жерде кәдімгі қарапайым ғана табиғи өзеннің құмымен араластырылғаннан кейін
Бізге қажетті түсімізді алу үшін ол оксидті айналаға, қоршаған ортаға зияны тимейтін бояумен араластырылады. Бояумен араластыру процесі міне мына жерде жүреді. Мына жақта үгітілген пластик өнімдерімізді алып, және сәл ғана мөлшерде бояуды салып араластырғаннан кейін ол мына төменге түседі. Ал төменге түскеннен кейін ең қызық процесс басталады. Сонымен біз пластик, құм және бояу араласқан массамызды алып, экструдерге саламыз. Экструдер деген біздің сиқырлы аппаратымыз. Ол жерде барлық қызық процесс жүреді. Осылай аламыз. Экструдерімізге саламыз. Ал енді дайын өнімді алу үшін пешті қосамыз. Экструдерге біздің массамыз түсті. Ол пешке түсіп 200 градусқа дейін қыздырылады. Қайнамайды. Үлкен градусқа қайнағаннан пластиктен зиян заттар бөлінбейді. Құмның арқасында ол бір-бірімен бірігіп, бір масса түзеді. Қандай масса екенін қазір көрсетемін. Экструдерден біздің арнайы жұмыс жасауға арналған массамыз шықты. Бұл жаңа ғана біз сіздермен бірге үгітіп, құммен араластырып, одан кейін бояумен араластырылған масса. Ол 200 градусқа қызғаннан кейін құрамындағы пластик еріп, арнайы реакцияға түсіп, осындай массаға айналады. Мен мұны қазір қолмен ұстай алмаймын, өйткені қызуы қазір алақаныма келіп тұр. Сол үшін қолғап бола ма маған? Рахмет. Мінекей мынадай масса шықты. Осы массадан сіздер қалада көріп жүрген орындықтар, қоқыс салғыштар және көшедегі біздің қаламыздың кіші архитектурасын жасауға арналған заттардың барлығы жасалады. 200 градус болғаннан кейін қолға ұстағанда ыстықтау, бірақ қалыпқа салған кезде бұл дап-дайын өнім болып шығады. Сонымен біздің экструдерден шыққан дайын массамыз, біз өзіміздің үйреншікті орындықтарымызды алу үшін оны осы пресс қалыпқа саламыз. Маған көмектесе аласыздар ма? Бірге салайық. Осы жерде қысылып, нығыздалып, бізге қажет форма мен мықтылық беріктікке ие болады. Зауыт осынау қарапайым технологияның арқасында жылына 200 тоннадан аса пластикті табиғатқа зиян келтіріп қоқыста қалдырмай пайдаға жаратып отыр. Кәсіптерін дөңгелеткен өндіріс орны 30 күнде қала сәулетін әсемдейтін 800 дана өнім шығарады. Ал бизнестің бұл түрі иелеріне пайда әкеліп қана қоймай, жылына 200 тал мен теректің құрбан болуынан сақтап отыр. Технология толығымен қауіпсіз. Оның ерекшелігі өнімдерді өндіру кезінде жану, өртену, қайнау процесі болмайды. Материал бензол құраушы зиян молекулаларды ауаға шығармай қызады. Жаңағы біздің пресстен шыққан дайын массамыз осы жерде жаңа қалыпты қабылдау үшін суытуға қойылады. Мен қазір ұстап тұрмын, әлі де ыстық. Бұл ыстықтығы бізге керек, өйткені қалыпты тез қабылдап алу үшін осы жерде суытылады. Суытылғаннан кейін бұны шеберлеріміз арнайы осылай шығарып алады да, мінекей өнімді осы жерге сақтайды. Қалыптан шығып, суытылып, арнайы формасын алып, міне бедерлерінде алған ағаш бөліктері енді өңдеу цехына келеді. Өңдеу цехында олар осында қойылғаннан кейін бұл ағаштарымыздың тесіктері жасалады. Мынандай қиып тастайтын, түзеп жіберетін жерлері болса, соның барлығы өңделіп, түзетіледі. Сөйтіп біз дайын өзіміз саябақтарда көріп жүрген орындықтарымызды аламыз. Айта кететін жайт, осы пластикті үгітуден бастап, қазіргі сәтке дейінгі дайын өнімді жинауға дейінгі уақыт 15-20 минут қана. Ал біз енді соңғы процесс бояу кезіне келдік. Мына жерде көріп тұрсыздар,
таныс қоқыс жәшіктері шығар. Осы қоқыс жәшіктері міне бекітілді, арнайы төртбұрышты қоқыс жәшігіне қажетті форманы алып, соңғы процесс бояуға көшеді. Мінекей оксидті, қоршаған ортаға зияны тимейтін бояумен біздің қоқыс жәшіктеріміз боялып жатыр. Сонымен біз өнімдеріміздің барлығын дайындап болдық. Сенесіздер ме? Тіпті біздің саябақтардағы орындықтардың аяқтарына дейін, ұстайтын негіздеріне дейін осы пластикалық құмды массадан, яғни полимерлі құмды композиттен дайындалады. Олар өте жеңіл, дей тұрғанмен өте берік әрі қатты. Мінекей біздің дайын орындықтарымыз. Сіздер күнде көріп, демалып, жайғасып, отырып жүрген саябақтағы орындықтар. Ал енді бұл компанияда тек осындай орындықтар, қоқыс жәшіктері ғана емес, мынадай жаяу жүргіншілер жолына арналған плиткалар да шығарылады. Міне мен өзім жеп-жеңіл көтеріп тұрмын. Плитка өте жеңіл, дей тұрғанмен өте берік. Қазір оны өзім де көрсетемін сіздерге. Және бұл Экомав зауытынан тек қана орындықтар мен қоқыс жәшіктері ғана емес, қаламыздың көркін келтіріп тұрған. Қараңыздар, егілген талдардың абаттандыруға арналған осындай торлар жасалады. Және канализация люктерінің қақпағы осындай құмды полимерлі композиттен жасалған. Және бетоннан жеңіл, бірақ бетоннан өте берік плиткалар. Біздің жеке үйлердің сәнін келтіретін мынадай шатырлар, арықтарға арналған жолдар, осылардың барлығы осы Астана қаласының зауытында өндіріледі. Тағы бір айта кететін маңызды әрі мақтанышпен айтатын дүние, бұл өнімдердің барлығы 100% Made in Kazakhstan. Біздің Қазақстанымызда осындай экологиялық таза және қалдықсыз өнеркәсіп шығып жатқанын әрине мақтан тұтамыз. Өндірісті таңдау кезінде ол пайда келетін кәсіп қана емес, қоршаған ортамызға пайдалы бір дүние болғанын қаладық. Сондықтан өндірістің осы моделін таңдадық. Біз қоқыс жәшіктерін орындықтар шығарамыз. Ол үшін пластик қалдықтарын қала бойынша өзіміз жинаймыз. Көбіне үлкен мөлшердегі пластик өндіріс орындарынан келіп түседі. Ал осы базамызда қалдықтарды тапсырып, қоршаған ортаны қорғауға үлес қосқысы келетін жандардан пластик қабылдаймыз. Бізге пластик жәшіктер, канистр, полиэтилен пакеттердің кез келген түрін әкелсеңіздер болады. Қазіргі таңда біз тек Астана қаласында жұмыс істейміз, бірақ алдағы уақытта бүкіл Қазақстан нарығына шығу жоспарда бар. Қазір негізінен орындықтар, қоқыс жәшіктерін ағашқа, кәрі жүйесіне арналған қақпақтар шығарамыз. Ал келешекте балалар алаңына арналған қауіпсіз әрі өз бағасы арзанырақ болатын материалдар шығарғымыз келеді. Біз көшеде жай ұшатын пакеттің 5000 данасын пайдаға жаратып, бір саябаққа арналған орындық жасап отырмыз. Сондықтан бұл жоба жай ғана бизнес емес, табиғатты қорғауға жасалған зор үлес деп сеніммен айта аламыз. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, қоқысты сұрыптау арқылы пластикті пластикке, қағазды қағазға бөліп салып, одан арнайы қала көркін келтіретін әп-әдемі бұйымдар алуға болады екен. Сол себепті қоқысты сұрыптауға салғырт қарамайық, табиғатты аялайық, айналамызға мұқият болайық. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.